Сәнияш екеуміз бір қалада, бір елде, бір ұлттың қыздары болып жүріп, Алматыда кездеспей, Америкада кездесіп жатырмыз. Қандай Құдай айдап келді сені мұнда? Мен ойлаймын, жаратушы адамның несібесін әр жерге бидайды шашып жіберген сияқты шашып береді. Бәлкім менің де, сіздің де бір несібеңіз осы Америкадан, Нью-Йорктан беріп тұрған шығар. Сондықтан да сіз екеуміз осы жерде кездестік. Танысқаныма өте қуаныштымын. Керемет кездесу болды деп ойлаймын. Қазақта сөз бар ғой, көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Ел көріп, жер көріп жатсың, не түйдің өзің? Мұнда ағылшын тілін оқуға келдім. Өйткені болашақта Америкада магистратура оқығым келеді. Өз мамандығым бойынша кино саласында оқығым келеді. Бірақ ол үшін, кино саласында оқу үшін perfectly English дейді ғой, ағылшын тілі өте сондай мінсіз болу керек. Сол үшін ең бірінші ағылшын тілімді жетілдіріп алайын деп, ағылшынша сөйлейтін ортаға келіп оқуға тырыстым. Сондықтан да New-York Language Center'ды таңдадым. New-York Language Center'дан енді тек қана ағылшын тілін үйренген жоқпын, ол жерде әлемнің жан-жағынан келген студенттер бар. Сыныпта Эквадордан келген студенттер болды, Доминикано деген республикадан келген студенттер болды, Сауд Кореядан келген студенттер болды, сосын Жапониядан келген студенттер болды, Франциядан келген студенттер, сосын Италиядан, Австралиядан келген студенттер. Олардың сөйлеу манерасы, олардың тілдері бір қызық енді. Сондай Нью-Йоркте жүргенде әртүрлі культураны, әртүрлі сондай ұлтты күнделікті кездестіресің, өйткені Нью-Йорк сондай әртүрлікке бай қала. Мен өзім Қытайда туып өстім. 11 класты сол жақта тәмамдадым. Содан кейін Қазақстанға келіп, Қазақстанда актерлық мамандық бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын тәмамдап, одан кейін театрда 15 жыл жұмыс істедім. Бірақ осы шетелге шығып оқу баяғыдан арманымда болған. Сонымен осы жылы белімді бекем буып, қайтсем де осы жыл барып оқып келейін деп келдім. Көп нәрсе үйрендім. Адам болып өмір сүруді, адами көзқараспен мынау жер шарына, табиғатқа адами көзқараспен қарауды үйрендім. Енді өзім жасыратын несі бар, Қазақстанда жүргенде сондай қазақ деген патриот болдық та енді. Бірақ ол патриоттық сезім әлі де бар, бірақ негізінен адам болып қалу керек. Адам болып туылғаннан кейін ол анау орыс, мынау Қытай, мынау қазақ, болмаса мынау ағылшын деп емес, жалпы адамды адами қасиеттеріне қарап бағалау керек деп соны түсіндім, соны үйрендім. Сәнияш, қазақ театрына, қазақ өнеріне еңбегің сіңіп жатқан қыздардың біреусің. Еңбегің бағаланды ма? Енді мен театрда 15 жыл жұмыс істедім. 2006 жылы оқу бітіре салғаннан бастап, осы Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық жастар мен балалар театрында жұмыс жасап жатырмын. Ол жақта көптеген рөлдер ойнадым. Мысалға айта кететін болсақ, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты қойылымында Ақтоқтының рөлін ойнадым. Қозы Көрпеш Баян сұлуында Баянның рөлін ойнадым. Құстар фестивалі деген спектакль болды, сол жерде Бұлбұлдың рөлін ойнадым. Тахауи Ахтановтың Күшік спектаклінде Алманы ойнадым. Сосын Келіндер көтерілісі спектаклінде Негораны ойнадым. Одан кейін 15 жыл жүрген мен театрға кірген кезде қойылған «Желтоқсан желі» деген 86 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы спектакль. Сол жерде Ақмарал деген қызды ойнадым. Осылай шығардың алдында соңғы спектаклімді ойнап кеттім. Енді айта берсек, сондай спектакльдер өте көп. Қарашекпен деген спектакльде Қоянды ойнадым. Баянды да, Қоянды да. Енді бәрін ойнадым. Сонымен қатар біраз киноларға да түсіп үлгердім Қазақстанда. Мен жалпы су ішкен құдығыңа түкірме дейді ғой. Өзім істеген жұмыс жасаған ортама, коллективіме ешқандай ренішім жоқ, бәрін жақсы көремін. Кейде менің достарым, менің туыстарым солай сұрап жатады, сен осы жалпы 15 жыл күндіз түні тынбай сол театрдан шықпайсың, жұмыс деп жүресің,
атақ алдың ба, қашан аласың деген сияқты сондай сұрақтар болады. Біреуге ерте, біреуге кеш, бәлкім бір уақыты келетін шығар деп ойлаймын. Негізі өз басым жалпы адамға өзінің әке шешесінің ата-анасының қойған атынан есімінен басқа артық бір жанама аттың аса бір қажеті шамалы деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай кейде ол документ жүзінде, құжат ретінде, қағаз жүзінде ол нәрсе керек екен. Өзінде кино деп қалдың, түптің түбінде осы театрдан киноға кетіп қалмайсың ба? Өйткені бірнеше сериалдарға түсіп жүргенін көрдік. Енді мен жалпы өзімнің өміріме мен тек қана осылай жүруім керекпін, осылай болуым керек деп ешқашан шектеу қоймаймын. Өзімнің балаларыма да солай шектеу қоймауға тырысамын барынша. Сондықтан да болашақ ол уақыттың еншісінде деп ойлаймын. Мүмкін киноға кетіп қаламын, мүмкін сүйікті жұмысым театрда жүре берермін. Бірақ театрды қатты жақсы көремін. Бұл жаққа келіп, ағылшыншаны жетілдіріп жатырсың. Негізгі мақсаттардың біреуі орындалды. Бүгін мінекей куәсі болып жатырмын. Құтты болсын дегім келеді. Жалпы театрларына бардың ба? Қандай да бір ерекшелікті, қандай да бір өзгешелікті өзіңе түйіп алдың ба? Сол болашақта үлкен бір осы американдық бір үлкен университеттің дипломын алсам деген арманым бар. Мүмкін ол Нью-Йорк фильм академиясы, мүмкін ол Колумбия университеті, өйткені оларда да жаңағы өнерге қатысты факультеттері бар ғой. Солардың біреуіне егер магистратураға түссем, болашақ арқылы, болашақ бағдарламасы арқылы түсіп соны оқысам деген арманым бар. Өйткені мен көзім жетті, бұл жақта өз қаражатыңызбен оқу өте қымбат екен. Мен бұл жақтан көптеген спектакльдерді көрдім. Театрларға барып The Phantom of the Opera деген қойылым, атақты мюзикл, оны барлықтарыңыз білесіздер. Соны көрдім. Сосын Майкл Джексонның өмірі туралы мюзикл көрдім. Сосын атақты Чикаго мюзиклін көрдім. Оның барлығы да енді мен үшін бір жағы оқу, бір жағы демалыс болды. Келгелі бері көптеген музейлерді, кітапханаларды араладым. Жалпы театрдан түйгенім бұл жақтың әртістерінің профессионалдық деңгейлері өте жоғары. Талап солай. Тек қана театрда тек қана актерлық ойынды көрсету емес, мысалы кез келген массовкада жүрген актердің биін де, әнін де, оның актерлық шеберлігін де барлығын көріп отырасыз, алақандағыдай. Сонда енді театрдағы актерлардың актерлық шеберліктері, олардың дауыстары, диапазондары, олардың пластикалары енді керемет. Сондықтан да болар Нью-Йорк қаласына әлемнің жан-жағынан көрермендер ағылып келіп, арнайы сол театрдың билеті қымбат болса да ең арзан билеттері $60, $59 басталады. $60 басталады, ары қарай $200-300 дейін кете береді. Сондай билеттері сондай болса да әлемнің жан-жағынан адамдар келіп көреді. Енді мен өзім көргенде ерекше керемет көңіл күйде болдым. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Біз өзі жалпы қазақ сондай қызуқанды халықпыз ғой. Біздің бойымызда өнерде, талантта барлығы бар. Әнді де айтады, биді де билейді. Актерлық шеберлігі де, сөйлеу манерасы да, енді бәрі керемет актерлар бар, бірақ соларға жақсы мюзикл спектакльдер қойылу керек деп ойлаймын. Өйткені ол актердің сахнадағы өмірі, ол спортсменнің өмірі сияқты. Мысалы, мен біздің театрда 15 жыл өмірімді, уақытымды арнасам, 15 жыл дегеніңіз бір өнер адамы үшін, бір спортсмен үшін, өнер адамы үшін 15 жыл ол бір адамның бір жарты ғұмыры сияқты. Сондықтан да сондай әртістерді пайдаланатын жақсы мюзиклдар көп болса деп армандаймыз, енді болатын шығар. Неше күннен кейін елімізге қайтасың, жаңа Қазақстан, қазіргі бір жаңа қозғалыстар болып жатыр. Жаңа Қазақстаннан не көргің келеді? Жаңа Қазақстан сеніңше қандай болу керек? Еліміздегі болған жағдай өте қайғылы, өкінішті. Біреуге ақыл айтудан аулақпын, бірақ барлық жастарға менің кеңесім сыртқа шығып, оқып, көзаяны кеңейтіп,
көру керек, басқа жақта да әлем бар, басқа жақта да өмір бар. Шығып оқыған сайын, тоқыған сайын, көрген сайын сіздің мына өмірге деген көзқарасыңыз, жалпы білімге деген құштарлығыңыз одан сайын арта береді. Жаңа Қазақстанда енді нені күтеміз? Өкінішке орай бізде Қазақстанда көп нәрсе сондай қазақшылыққа салынады, таныс, тамыр деген сияқты. Сол нәрседен біз құтылсақ, бізде жаңа Қазақстанда барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені мына американдықтарды қарап тұрсаңыз, бұлар мектептегі оқу сапасының қаншалықты деңгейде екенін білмеймін, бірақ бұлар университетті кәдімгі бизнеске айналдырған. Әлемнің жан-жағынан келген ең мықты профессорлар Американың университеттерінде сабақ береді. Сондықтан да көп адамдар американдық университеттен білім алғысы келеді. Біздің де Қазақстанда сондай нәрселерді жасауымызға болады. Университеттерге ең мықты, ең жақсы мамандарды тарта алса, оған жан-жақтан бүкіл әлемнен ағылмаса да, ең құрғанда сол Қазақстанның айналасындағы, сол Орта Азиядағы мемлекеттегі адамдар келіп, іздеп келіп оқитындай сондай деңгейге жетсе, әрине ол керемет болар еді. Сәния, қазақ әдебиетін оқисың ба? Әрине оқимын. Өзіміз театрда жұмыс істегендіктен Ғабит Мүсіреповтің шығармаларын, Мұхтар Әуезовтің шығармаларын, Абайдың, Шәкәрімнің, сосын Оралхан Бөкейдің повестерін қатты жақсы көремін. Және ақын жазушылардан Мағжан Жұмабаевты, Мұқағали Мақатаевты, Фариза Оңғарсынова апамызды, қазіргі осы заманауи ақындардың ішінен Бақыт Беделхан ағамыздың шығармасын өте сүйіп оқимын. Ол кісінің поэзияларында, ол кісінің шығармаларында философиялық астары, мағынасы өте терең. Енді былайша айтқанда тірі классик деп айтуға болады. Сондықтан да сондай тірі классиктерімізді бағалай білейік. Бізді көріп отырған көрермендерге қандай да бір тілегің болса, айта ғой. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ұрпақтарымыздың болашағы жарқын, білім жолдары, өмір жолдары әрқашан ашық болсын. Жалпы қазір біз ел болып қалуымыз, біздің елдігіміздің көрінетін уақыты сондай бір шешуші кезеңде тұр біздің Қазақстан. Жалпы мынау жаһандану заманында ұлт ретінде жұтылып кетпес үшін өзіміздің білім деңгейімізді, экономика ол әрине ол өз алдына, бірақ біз ең бірінші әуелі білім деңгейімізді көтеруіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, амандықта кездесейік. Америкада білім іздеп жүрген қазақ қыздарының әңгімесі осындай. Сау болыңыздар.